Сәлем достар, БЖО-ның екінші нұсқасы. Бірінші есепте шертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз. Бізде шеңберде вс шеңбердің диаметрі болып тұр. Бізде ЕО радиусы. О нүктесі бізде шеңбердің центрі. Ары қарай екінші есепті бізде қарастырамыз. Фермадағы дақылдар егуге белгіленген жерлер келесідей бөлінген. Бидай 55, солы 15, тары 10, қарақұмық 20. Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға салуымыз керек. Ол үшін барлығын қосып алайық. Барлығын қоссақ 100% шығады. Бізде дөңгелегіміз 360 градус құрайды, сондықтан 100-ге бөлеміз. Бөлгенде 3,6 градус шығады. Бұл 3,6 градус дегеніміз 1%-ді құрайды. Бізде жаңағы 4% бар сәйкес, соларды жеке-жеке көбейтіп шығамыз. 3,6-ны 55%-ға көбейтсек, 198 градус шығады. Үш бүтін 16-ны 15%-ға көбейтеміз. Көбейткен кезде 54 градус шығады. Ары қарай тары 10%-ға көбейтеміз. Көбейткенде 36 градус шығады. Ең соңғы қарақұмық 20%-ға көбейтеміз. 72 градус шығады. Енді циркульмен шеңбер сызып аламыз. Сызғаннан транспортермен өлшейміз. 198 градусымыз жанжалқа бұрыштан үлкен. Елу 4 градусымыз 60-ға жақын. Ары қарай 36 градус. Және 72 градус. Шеңберіміз 4 секторға бөлінді. Енді сәйкес пайыздарды немесе бидай, солы деп жазып қоюға болады. 54 градустықы бізде 15%. 72 градустықы 20%. Ал 36 градустықы бізде 10%. Әрине, түрлі түсті бояумен де бояп қоюға болады. Үшінші есепте бізде жазбада кубты құрағанда А нүктесімен беттесетін бізде А штрих табуымыз керек. Міне біреу және екінші нүкте бар бізде. Екінші есепте бізде В нүктесі қиылысқан жерде тұр. Демек бізде В штрих біреу ғана болады. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Келесі кездескенше.